2.0 электронды сатып алудың ақпарат жүйесі порталына бағалар тізімін жүктеу. 2.0 SH порталына бағалар тізімін жүктеу үшін компьютер браузеріндегі zakup.sk.kz сайтына өтіңіз. Электронды цифрлық қолтаңбаның көмегімен жеке кабинетіне кіріңіз. Бағаларды басқару бөліміндегі бағалар тізімі парақшасын таңдаңыз. Егер бағалар тізімін бұған дейін енгізсеңіз, қолданыстағы позициялар тізімі бар кесте шығады. Тізімді сүзгі бастырмасы арқылы реттей аласыз. Табу бастырмасы таңдалған параметрлерге сәйкес тауар, жұмыс пен қызметтер позицияларының тізімін көрсетеді. Болдырмау бастырмасы арқылы сүзгіден бас тарта аласыз. Сіз тауар, жұмыс пен қызметтердің бағалар тізіміндегі позицияларды қолдан қосып, немесе бағалар тізімін Excel форматында импорттай аласыз. Позицияларды қолдан қосу. ТЖК позициясын қолдан қосу үшін ТЖК позициясын құру бастырмасын басу керек. Бағалар тізімі туралы мәліметтер терезесінде бірыңғай номенклатуралық анықтамалықтағы тауар, жұмыс, қызметтердің сәйкес кодын таңдау керек. Кодты мағынасы бойынша немесе санат бойынша іздеуге болады. Қажет код таңдалған соң ТЖК позициясын бағалар тізіміне қосу үлгісі бар терезе шығады. Таңдалған код бойынша жүйе тауар, жұмыс, қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасын автоматты түрде толтырады. Сіз енгізілген бірыңғай номенклатуралық анықтамалықтағы тауар, жұмыс пен қызметтер кодын өзгерте аласыз. Бағалар тізімі туралы мәліметтерге қосымша сипаттамада міндетті түрде толтырылуы тиіс жолдар бар. Тауардың маркасы, моделі, артикулы, өндіруші мемлекет, тауарды жасап шығаратын зауыт. Бұған қоса жолға белгілері бойынша өзге де ақпаратты қосуға болады. Мысалы, салмағы, өлшемі, түсі, жасалған материалы және тағы да басқа. Одан әрі көрсетілген белгілерінің атауын қазақ және орыс тілдерінде толтыру керек. Тауар, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы келісімдерде келесі жолдарды міндетті түрде толтыру керек. Өлшем бірлігі, өлшем бірлігінің ағымдағы бағасы, валюта, жеткізу аймағы және инкотермс. Валюта жолындағы мәліметтер егер тауар жеткізуші, өндіруші резидент болмаған жағдайда ғана толтырылады. Жүйе шетел валютасын Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің нарықтық курсы бойынша автоматты түрде теңгемен есептеп көрсетеді. Сіз бірнеше жеткізу аймағын таңдай аласыз. Бұл үшін қосу бастырмасын басыңыз. Қажетіне қарай жеңілдіктің ең үлкен пайыздық көрсеткіші және төлем шарты жолдар толтырылады. Мысалы, алдын ала төлеу шарттары, ақшалай немесе ақшасыз төлем және тағы да басқа. Жеткізілетін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер жолында тауар жеткізушінің мәртебесі міндетті түрде толтырылуы керек. Ол үшін тізімнен өндіруші, тауар жеткізуші, дилер, дистрибьютерді таңдайсыз. Өндіруші мәртебесі таңдалса, жүйе міндетті түрде толтырылуы тиіс келесі жолдарды көрсетеді. Жылдық өндіріс қуаты. Тізілім. Отандық тауар өндіруші немесе шет мемлекеттің тауар өндірушісі түсетін тізімнен таңдайсыз. Сертификаттың номері мен берілген күні. Егер қолданушы отандық тауар өндіруші болса, жүйе өкілетті органның мәліметтер базасынан сертификаттың номері мен берілген күні бойынша мәліметтерді автоматты түрде көрсетеді. Егер сертификат көрінбесе, оның мәртебесін ks.gov.kz сайтынан тексеруге болады. Тауар жеткізуші немесе дилер, дистрибьютер мәртебелері үшін жүйе болжамды жеткізу көлемі жолын толтыруды міндеттейді. Енгізілген мәліметтерді сақтау үшін сақтау бастырмасын басу керек. ТЖК позициясын құрудан бас тарту үшін бас тарту бастырмасын басыңыз. Құрылған ТЖК позициясы дұрыс сақталғаны жайында арнайы хабарлама келеді. Бағалар тізімінің импорты. Сіз ТЖК позициясын бағалар тізімін импорттау арқылы қоса аласыз. Бұл үшін бағалар тізімі бөліміндегі импорт бастырмасын басыңыз. Ашылған терезеден бағалар тізімін импорттау үлгісін Excel форматта жүктеп алуға болады. Үлгіде қолмен толтырғандай ұқсас жолдар бар. Бағалар тізімін үлгі бойынша толтырғанда STKZ сертификаттың нөмірі бағанында соңғы 2-3 санын нөлсіз енгізу қажет. Бағалар тізімі үлгісін толтырғаннан соң, оны жүйеге үлгіні жүктеу бастырмасы арқылы импорттаңыз. Бағалар тізімінің сәтті импортталғаны туралы хабарлама келеді. Егер үлгі дұрыс импортталмаса, жүйе мәтіндегі қате көрсетілген кестені шығарады. Бағалар тізіміндегі бағалардың көтерілуі немесе едәуір төмендеуі туралы ескерту.
Бағалар тізімін құру немесе оны түзету барысында жүйе көрсетілген бағаны тауар жұмыс қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалық коды бойынша Самұрық-қазына акционерлік қоғамы ұйымының сатып алу жоспарындағы орташа бағаны салыстырады. Бұл ретте инкотермс өлшем бірлігі және тауар жеткізу шарттары ескеріледі. Егер баға көтерілсе немесе едәуір төмендесе, тиісті ескерту көрсетіледі. Бұл хабарлама бағалар тізімін сақтау және бекітуге бөгет бола алмайды. Бағалар тізіміндегі көтерілу немесе төмендету туралы барлық позицияларды бағаларды басқару қосымшасындағы қажетті есептен қарауға болады. Жүйе көтерілу немесе төмендеу туралы қосымша ескерту жібереді. Ескертуді көру үшін ескертулер қосымшасына өтіңіз. Бағалар тізіміне қол қою және жариялау. Бағалар тізімінің жүйеге жүктелген позициялары шимай жазба мәртебесіне ие және оны басқа пайдаланушылар көре алмайды. Назар аударыңыздар, бағалар тізіміне қол қою және оны жариялауды бағалар тізімін бекітуші рөліндегі пайдаланушы ғана жүзеге асырады. Бағалар тізіміне қол қойдыру үшін ТЖК-ның қажетті позицияларын көрсетіп, әрекет бастырмасына басу керекте, қол қоюға жіберу бастырмасын таңдау қажет. Жүйе мәліметтердің жаңарғаны туралы хабарлама жібереді, ал бағалар тізімінің ТЖК позициясы шимай жазбадан қол қоюға өзгереді. Одан соң бағалар тізімін бекітуші рөліндегі пайдаланушы қол қоюға мәртебесіндегі бағалар тізімінің бір немесе бірнеше ТЖК позициясын таңдап, қол қою және жариялау бастырмасын басады. Одан соң бағалар тізіміне өзінің электронды цифрлық қолтаңбасын қояды. Бағалар тізіміне қол қойылып жарияланған соң хабарлама келеді. Қол қоюға мәртебесі автоматты түрде жарияландыға ауысады. Сондай-ақ бағалар тізімін бекітуші рөліндегі пайдаланушыда бір немесе бірнеше ТЖК позициясын қол қоюға мәртебесімен қайта жасауға жіберетіндей мүмкіндігі бар. ТЖК позицияларын түзету. Сатып алуға қатысушы рөліндегі пайдаланушы бұл қызметке ТЖК позициялар бойынша шимай жазба және жарияланған мәртебелер бойынша қол жеткізе алады. Бұл үшін ТЖК қажетті позициясын және түзету әрекетін таңдау керек. Жүйе бұрынғы толтырылған мәліметтер мен ТЖК позицияларын түзету формаларын көрсетеді. Өзгертулер енгізілген соң сақтау бастырмасын басып, бас тарту үшін бас тарту бастырмасын басу керек. ТЖК позициясын алып тастау. Бұл қызметті сатып алуға қатысушы және ТЖК позициясы бойынша шимай жазба мәртебесіндегі бағалар тізімін бекітетін рөліндегі қолданушылар пайдалана алады. Бұл үшін ТЖК-ның қажетті позициясын таңдап алып, жою бастырмасын басу керек. Жүйе әрекетті растау үшін хабарлама жібереді. Келіссеңіз «я», келіспесеңіз болдырмау бастырмасын басыңыз, жойылған туралы хабарлама келеді. ТЖК позицияларын архивке жіберу. Сатып алуға қатысушы немесе бағалар тізімін бекітетін рөліндегі қолданушылар ТЖК-ның бір немесе бірнеше позициясын жарияланған мәртебесімен архивке жібере алады. Әрекетті нақтылау үшін жүйе хабарлама көрсетеді. Нақтылау үшін «я» бастырмасын, болмаса болдырмау бастырмасын басу керек. Архивке жіберілген туралы хабарлама келеді. Егер бағалар тізіміне ұқсас позициялар қосылып кетсе, жүйе бұған дейін қосылған ТЖК позициясын жарияланды мәртебесі бойынша архивке жібереді. Бағалар тізімін жаңарту. Сатып алуға қатысушы немесе бағалар тізімін бекітетін рөліндегі қолданушылар ТЖК-ның барлық позицияларын жаңарта алады. Бұл үшін бағалар тізімі бөлімінде бәрін жаңарту бастырмасын басу керек. Сатып алу барысында қор ұйымдары бағалар тізіміндегі сомаларды пайдаланады. Осыған орай порталдағы бағаларды жүйелі түрде жаңартып тұрғаныңыз жөн.